Сәлеметсіздер ме? Білім класста БЖБ, ТЖБ талдауын қалай жүктеп аламыз деген сұраққа жауап бере кетейін. Ол үшін білім класстағы есептілік бөліміне кіреміз. БЖБ, ТЖБ талдауы бөлімін басамыз. Сыныпты сұрап тұр. 2-90 сыныпты көрсетеміз. Мысалы 5 А сыныбы, Қазақстан тарихы пәні. Мінекей БЖБ, ТЖБ талдауы дайын тұр. Жоғар жағында құжатты жүктеп алу батырмасын басамыз. Мінекей өзіңіздің загрузки бөліміне жүктеледі. Мінекей дайын. Мақсатын жазамыз. Қазақстан тарихы пәнінен БЖБ және ТЖБ нәтижелерін талдау. Қол жеткізген мақсаттарды мен Wordқа жазып дайындап қойдым. Соны аламда копировать етіп қоямын. Егер көрінбеген жағдайда болса, мына жерді кішкене кеңейтеміз. Өте кең болып кетті ме? Главныйдың ішіндегі міне переносить текст деген бассаңыздар, неге үзілкейтіп тор көзге сияды. Бәрін белгілеп аламыз да жоғары жаққа қоямыз. Неге келесі екінші БЖБ-ны кішкене кеңейтеміз және реттейміз. Переносить текст дегенді басып реттейміз. Және бәрін белгілеп аламыз да жоғары жаққа қоямыз. Енді ТЖБ. Кеңейтеміз. Переносить текст дейміз. Және бұның бәрін реттеп жоғары жаққа қоямыз. Неке қол жеткізілген мақсаттар және қиындық тудырған мақсаттарды біз толтырып болдық. Ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау, қол жеткізілген мақсат, қиындық тудырған мақсаттар, металл өндірісі жетілудің шаруашылық салаларына тигізген ықпалын түсіндіру. Неке осылай толтырасыздар. БЖБ және ТЖБ нәтижелерін талдау оқушыларының келесі білім деңгейін көрсетті. Бұл жерде барлығы көрсетілі тұр. Төмен жағында бірінші жоғары балл көрсеткен оқушыларды теріп жазамыз. Көшіріп алсақ болады. Неке мыналарды копировать етіп, осында қоя берсек болады. Түр арқылы қоя береміз. Келесі ТЖБ-ны көрсеткен оқушыларды копировать етіп аламыз да
қоямыз. Осылай қара мен жырны етіп қойсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, үліпіл басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.